Ассалаумағалейкум құрметті достар, назарында Рика Геймер және де менімен бірге досым Асқар. Ассалаумағалейкум достар. Және де бүгін біз EasyDrop сайтында CSGO-дан скиннер ашатын боламыз, скиннер получить ететін боламыз. Біз бүгін бұл сайтқа 1000 рубль закидывать еттік және Just Case 50 промокод арқылы бізге басында плюс 500 берді. Және де бүгін біз бесплатный кейстерден бастап ашатын боламыз. Мына бесплатный кейс бірінші, екінші, үшінші. Бұл біздерде каждый день 3-тен бесплатно ашылатын боламыз. Надеюсь, бізге повезет етеді, и біз нормальный лут алып кетеміз. Мына мысалы біреу режим фармада мынандай глобал алыпты, былай неме лентаға қарасақ, что-то адамдар что-то не везет адамдарға, иә, как будто бәрі жоқ. Мына жерде біреу алыпты, бұл спорт. Давай біріншіден бастайық. Бірінші рет ашып тұрмын, вообще что-то дыбыс жоқ. Давай. Ну, бесплатный кейсіне көп нәрсе күтіп қажет емес, бірақ все равно түссе керемет болушы еді. Ну, мына жерде ау, нождар кетіп барады, 6 рубль. Бірақ жарайды, кетпейді. Тағы бір рет. Надеюсь, нормально болады. Өмірімде бірінші рет кейс жазып тұрмын, сондықтан қолдап лайк басып кетіңіздер. Прикинь, нождысы гроза дейді. Ну, 1 рубль, конечно, бұл бесплатный кейс енді. Тегін болғандықтан кішкене неме қуантады. Так, давай, пожалуйста. Гроза опять. Так, жарайды, бізде бірақ бесплатный кейстен әлі 2 кейс бар. Бесплатный кейс біз үшеу ашып тастадық. Енді қалған бесплатный 2 кейс бар. Олардан да тоже нәрселер түсуі мүмкін. Так, бұл кейс егерде біз 500 рубльға пополнить етсек, берілетін кейс, бесплатный кейс номер 2. Бұл жерде луттар күшті, бірақ гроза әлі де бұл кейсте бар. Бұның түсу шансы әрине жоғары. Бірақ адамдарға нормальный нәрселер түсіп атады. Гроза, опять гроза, біздің что-то инвентарымыз грозаға толатын сияқты. Көреміз қыз. Блин. Хотя бы злобный. Ау? Ну, опять гроза. Да ну, осадок түскен ғой. 5 рубльге. Так, енді сами сога қалды. Ол үшінші бесплатный кейс, потом обычный кейстерге көшетін боламыз. Так. Бұдан енді тоже гроза кеткен жоқ, тоже осадок кеткен жоқ. Бірақ енді, надеюсь, нормально цет. Хотемен бұл 1000 рубльге берілетін кейс қой. Пожалуйста. Пожалуйста, нормально нәрсе түсші. Блин, осадок. Хотя бы 5 рубль гроза 1 рубль тұрады. 4. Давай. Блин, осадок. Что-то вообще фигня. Последний қалды анау. Пожалуйста, мына втопление инжекторды берші, болды, кетем. Осадок. 5 рубль. Так, все, тағы бір зашат тұрмой, типа, бере салды. Неме керек? Инвентарға қалай көршеді? Түкті білмейсің дейсің қояр. Так, мынау кетсін, сражение, система, приз... мен дыбыс нажден қосады екен ғой. Дыбыс қосылды. Так, Осы фотоны басқыр түсір. Ау? Үстіне осы фотоны басқыр. Ма? Я. Так, бізде общий қанша рубль? 33 рубль алдық бесплатный. Ну, бесплатный кейстерден общий бағасы. Так, давай, немеден бастайық. Қайсысы қалай ойлайсың? Немеден бастайық па? АК мен немеден бастайық? АВП-дан бастайық па? Әлде... АК-дан бастайық. АК-дан? Давай, случайно АК, я? Пожалуйста, bismillah, давай. Өтінем, нормально. Ма, дұпсынен қапты. Затерянная земля, 30 рубль. Ай, біз 260 кетірдік. Минус 200. Так, мына жерде горячий және летний кейс дегенді және просто көрген болатынмын. Соларды ашып көрейік. Горячий және летний кейс. Летний кейс па? Так, көрейікші.
Давай осыны ашып көрейік. Бұл жерде қарап тұрсақ 99 ғана рубль тұрады, бірақ та кейстің ішінде нормальный нәрселер көп екен. Көрейік. Так. 10,5 рубль қазақша аударған кезде ол 6000 теңге негізі. Так, конечно, валютмыз. Что со кем вообще білмеймін. Так, 12 рубль. Эх, жалко. Горячий кейс деген бар екен, тоже және көргесін. Қазір көрейік. Горячий. Ыстық нәрсе түссе екен тоже бізге. Так, 89 рубль. Ай, магма түсетін сияқты. Жар түсті, жар. Ну, біз ема вообще айтпаш. Жестко ема болып отыр. Так, а вы паш көрейік па? Случайный. Көрейік. Ага, давай. Нож түссе. Лазерный ба? Нож жоқ та. Так, давай, пожалуйста. О, что за? Капилляр. Ай, вообще, бір кейс оккупация еткен жоқпыз әлі. Вообще жестко. Кейс ашпаңдар. Засекречение көрейік па? Мына жерде тайни деген жоқ екен, случайный тайни деген. Давай. Пожалуйста. Давай. Советов. Ну это говно. Игорь нормальный, качество все нормально тұрады. Жоқ, говно. Онда немеден көрейік, төмен түсейік кішкене. Запрещенныйға. Бір саты төмен. 99. Синий ламинат цвет. Прикинь, градиент цве 18 000 рублей. Ножға ауыстырады дейсің сразу. Так, армейский көрейік, армейский. Быстро ашуға да бош еді. Ну, опять мына жерден қазір. Бағаларын да білмейміз, бірақ вихр джунглей 19 рубль. Почти оккупация еттік негізде бе? Так, 10 рубльге демес қалдық. Так, бізде баланста қанша? 348, бір нормальный кейс тауға болады. Сен айт енді, бір қандай кейс ашайық? Астына түсейік. Астына. Точно, золотой кейсте не бар, просто көрейікші, неме бар екен. Ах, блин. Просто есім ашып көрейік, может, нормальный тауып аламыз. Мен білмеймін, просто вообще шынымен қандай нәрселер бар. Қайсын ашып просто көрейін ішіне, қайсын нәрсе бар екен. Сосын ойланамыз. Так. Мынаны ашып көрейін ба, ішіне не бар екен? Проклятие бар. Қайда тұр? Так, проклятый. Анау ма? Ах, ба, точно проклятый кейс сияқты мынау. Жеймін деп тұр ғой. Бәні қаза. Вообще 1 рублик нацеттет нож түсу, блин. Шанс жоқ сияқты мен ойымша. Хотя 99 рубль тұрады. Білмеймін даже. Түспейтін сияқты соны қорқып тұрмын. Мынаны көріп көрейік, может не бірнеке барша, зеленый. Блин, неге ішінде ылғи говно нәрселер. Мына жерде бір жаман случайный тайный деген жоқ екен. Браво қанша тұрады, браво 200 тұрады. Браво ашып көрейік па? Кет. Скидками еще треками. Ау? Скидками треками еще. Давай неме ашып көрейік, М4. Давай. Магний, прикинь, не нордсы, ебать. Ылғи говно нәрселер түсті, а? Жоқ, так, мынаны көреміз. Бізде барлығы 398 рубль шықты. Так, немеге істеуге болады? Контракт емес, апгрейд бәт, сонда істеуге болады. Контракт істейік, контракт. Немеге және говно нәрселерге алған. Так. Мынаны шығартып тастайық. Естіп. Мынаны қосамыз. Так. Так, бірдегі тұр. Иә, бірдегі тұр. Білем қаз. Ну, осыларын көркейікші қаз. Неме түсеген.
И говно, да? 15 рубль, конечно. Бізге просто қазір 200 рубльге толтыру керек Брава кейсті ашатындай. 200 рубль тұрады, Брава кейс. Қайсын сатамыз, сататын қайсы бар? Бізге неше рубль жетпейді? 16 рубль жетпейді. Нан сатайық. Сату үшін наны басамыз ба? Наны басамыз, так. Все, Браваға жетеді. Енді жету керек. Окейді бастым ғой мен. Все сатылды, я? Все. Так, Браваға барайық. Ну, Бравадан негізі шынана кейстерден аз деп ойлаймын шанс. Бірақ та просто Бравада нормальный заттар бар. Сондықтан ашқым келеді. Прикинь, мен норцетті ойладым ғой. 39 рубль. Ай, жестко. Бізде бақандай 49 рубль қалды, мың жарымнан. Ну, армейский ашып көре аламыз. Хотя, неме түсетінін білмеймін. Давай, армейский ашып көрейік. Дауыстар лагать етеді екен жестко. Так. Осы Максимдерге қиын везет етіп жатыр. 300 рубль, прикинь, брат, 300 рубль. Да, ну на. Еба. Сен ойладың мұны 300 тұрады деп? Жоқ. Мен вообще шок. Мен де Максим бір 15 тұрады деп ойлағасын. Да, ну на, что за коллекция вообще? Армейскийден түсті ма? Сен армейский қанша рубль кейсің ол ше? 99 па? 29 рубльдің түсті, прикинь, 29. Еба, 10 есе ғой. Ровно 300 ғой то. Че там не местиміз? Көрінді. Менде по идее, жаңағы сат жерге болады 300-ге, потому что менде бар ғой. Мынаны ала салмайын ба өзіме? Не. И мұны... Жар ма? Әлден айтасың ба? Не. Қайсын айтасың әдемірек деп? Жар әдемірек сияқты. Жар әдемірек сияқты мен үшін. Жар. Қызыл свет просто как-то нормальный, да? Нам просто сат жерсек, тоже бірдеңке ойнай аламыз. Холостиге лучше. Давай. Была, не была дейсің ғой. Так, бізге засекреченныйға жетпей ма, көрейікші. О, жетіп тұр ғой. Блин, мынаны ашқым келіп тұр, бірақ та қазір засекреченныйды. Бірақ та бүкіл баланс сливать етіп тастайтын сияқты, әлде ашып көрейік па? Осы кейс ұнайды маған қатты. Просто 300 рубль тұратын ұнамайды. Ау? Скиндер нормально ма? Мынау бүкіл засекреченный скиндер ғой, розовыйлар ғой мына жерде бүкілі. Просто розовый дешевыйлар бар ғой, білесің ғой. Там ну, максимум 20 рубль тұратын. Ой, мынау засекреченный емес, запрещенный емес пе? Қазір көрейінші. О, запрещенный еще. Я засекреченный, но запрещенный. Запрещенный емес, засекреченный. Розовый пушкалар ғой. Ашып көрейге оны. Көрейік кеттік. Давай оны ресідебе. Адамдар қараш, бүкіл наклейкі төбеден қараш, лентаны, немелер бәрін алып саған. Көрдім. Пожалуйста, тоқташы. Ебаны. Ана закалка неше тұратын дейсің ғой, ебаны. Обезьяна. Блин, обезьяна ұнамайды ренжімендер. Так. Блин, закалка түскен кезде секіріп кетіп жүрмін, так. Горячий кейс, немесе летний кейс ашқым келіп тұр. Солардың түсу керек қой. Горячийден жар түсті ме бізге? Жоқ. Иә, жар осынан түскен. Жар беріп жатыр. Надеюсь, береді енді тоже бір нәрсе. Жардан басқа. Магма берсе, так. Ах, магма. Бомжада не бар екен. Ашып бірге бірес. Грот, блин, вообще арзан тұрады. 21 рубль. Блин, аштылайық енді жарайды. Пожалуйста, злобный даймет жақсы ұшыт дейсіз. Да ну, брат. Картель. Картель семадай қалдым ғой мен. Ах, блин. Бізге ана кезге жетіп тұрмайын да, жетіп тұр. Соған барайық па әлде осыны ашамыз ба? На 30-та тұратын ол. Осыны аша тұрамыз ғой неме?
Кеттік тағы бір рет, сосын анан кетейік. Ага, келсем. Давай, пожалуйста. Атомныйға барш. Атомный, ебаный. Ебануться. Да, ну. 360 рубль. Да, ну. Жаңа сен айтқан жақсы болды айтыпсың, мен кетіп қалшам ана кезге. Ебаный. Что-то қалдырамын мен мынауын айтма маған астын. Қалдырған дұрыс иә? Конечно, иә? МК деген МК ғой. Так, тағы бір рет ашыламыз. Давай ашып көрейік па? Шанс берейік па негізгі тағы? Кеттік. Давай. Давай. Тоқташ, пожалуйста, тоқташ. Прикинь, оккупация етіп кетті қой. Ана 48 рубль тұр ғой. Блин, жоқ. Ай. Да ну, оккупация етіп кетті. Еке башайық па сразу? Давай еке баш көрейік. Кеттік. Давай. Блин, но бірақ нормальный тұру мүмкін жаңа бізге. 58 вообще. Но жаңа, бізге 0-ға, мынау минус 1-2-ға барып тұр. Біреу ашып көрейік, бірақ, блин, бекер қойдым, потому что уже бермейтін сияқты. Біраз беріп алды ғой. Тоқташ, осыған тоқтайсыз? Ой, тоқта. Блин, чуть-чуть. Хотя біраз ашқан жетеді. Уже ана кескен жетпей, сондықтан аша берейік па? Әлде басқа армейскіға бар көрейік па? Тағы бір рет сосын кеттік. Давай. Бірақ осыдан жетпей қалатын сияқты, бірақ хотя білмеймін даже. Давай, пожалуйста. Жоқ, на 25 тұрады, не, және сияқты. Нормальный качество. Да ну, 58, прикинь. Қалай, я? Жоқ, бомжа болса да, андай, неме кейс екен, а? Ойламайсың не, кіргенде сразу. Кальмаға тоқтаса екен. Валетность говно енді, ол сами говно. Ашамыз ба тағы біраз? Кеттік. Ай. Пайдей, мынау нормалистке не айтшы? Мен де бар. Инвентарда немесе көрейікші? Нормально, Доступны. Хотя бізде қазір көрейік қанша рубль біз салдық, қанша рубльді алып шықтық. Мен салдым 1000 рубль, алып шықтым қанша екен. Так, мына жерде достуандар 9. 500 шықпай сияқты дейсің ба? Көрейік қазір. Ой, доступны для продажи, продать все. 725 рубль, брат. Минусқа 250-ге кетіп қалдық, 250 нәрсеге. Так, ладно, осымен видеоны аяқтайық. Видеоны кім көрді, рахмет. Лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып қолдап кетеміз. Сіздермен болған мен Рико Геймер және де досым Асқар. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.